Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің мастер-классымыз көктем тақырыбына арналады. Сирендерді саламыз. Бізге ең қарапайым, ең қолжетімді 12 түсті гуаш керек, және кисточкадан синтетика кисточкалар бізге керек болады. Ал іске сәт, мастер-классымыз өте жеңіл, өте түсінікті, барлығы қарапайым тілмен түсіндіріледі. Материалдар тағы да айта кетейін. А4 қағаз, акварельге арналған 12 түсті гуаш және кисточкалар менде синтетика. Ең алдымен фоннан бастаймыз. Не үшін біз фоннан бастаймыз? Көпшілігі кез келген сурет салмас бұрын олар карандашпен эскизін салып алады. Ал бұл жерде живописте қаншама түрлі техниканың түрлері бар. Бұл жерде наложение цвета деп айтсақ болады. Қазір фонның ашық түстермен бояп шығамыз. Широкий кисточкамен. Ақ түсті ең көп қолданатын түсіміз. Көк түс, сары түс, аздап тамшылап және қызғылт түстерді қолдансақ болады. Осылай, гуашпен жұмыс жасаған кезде қою болу керек. Сметана сияқты солай жағып шығуымыз керек болады бояп. Ал акварельмен жұмыс жасаған кезде керісінше суды көп қолданамыз. Акварель суды жақсы көреді, ал гуашта қою қылып бояған дұрыс болады. Міне осылай. Ақ түспен біркелкі қылып жасап шыға аламыз. Гуашты ақ түссіз қолдануға болмайды. Ақ түс бізге плотность береді. Ешқандай разводтар қалмайды, андай судың айғыз-айғыз болып қалмауына көмектеседі ақ түс. Мына жерге де сары түс қоссақ болады, кішкене аздап. Міне осындай радужный бізде фон шықты. Енді сирендерді бастаймыз. Мен ол үшін фиолетовый түсті ақпен араластырып алдым. Осылай уже круглый кисточка алдым. Домалақ кисточка деп айтамыз. Мен бұл жерде орыс тілі мен қазақ тілін қатар қолданып отырмын. Себебі сурет салған кезде көп материалдар, көп түстер, например, олар қазақшаға аударылмайды. Аударылған кезде түсініксіз болады. Сол үшін ауыз екі тілде сіздерге түсіндіре берейін. Міне осылай точкілеп басып шығамыз. Қызғылт түс, фиолетовый түс, барлығын аздап ақ түспен араластырамыз міндетті түрде. Мен қазір интуитивно өзім салып отырмын. Бізде стеклянный ваза болады. Фрагмент болады бізде бұл суретіміз. Осылай жарық түсіп тұрған жағын міндетті түрде ескеру керек. Менде мысалға сол жақта жарық түсіп тұр деп өзім ойлап тұрмын. Ал оң жағымда көлеңке жағы болады. Көлеңке жағына кішкене темный түстерді аламыз. Синий түс. Осылай жалғастыра береміз. Кенде қазір жапырақтарын бастаймыз. Қазір бұл жасап жатқан жағым жарық жағы, жарық түсіп тұрған жағы. Живописте міндетті түрде ескеру керек. Кез келген заттың суретін салған кезде жарғы қай жақтан, көлеңкесі қай жақтан болғанын міндетті түрде ескеру керек болады. Осылай қорқпаймыз. Сирен кез келген сауаты бар да, сауаты жоқ та суретшіде өздігінше әдемі болып шығады. Қызыл түстерді қоссақ болады. Краплак дейміз ғой. Мысалға малиновый деп айтамыз. Ал художественный тілде краплак деп айтамыз. Сондай түстерді ақпен араластырамыз міндетті түрде. Міне жобалап сиренімізді жақындап қалды.
темный жақтарын глубинасына береміз. Глубина дегеніміз ең түпкі жерлері. Ол жерде көлеңке болады. Мына үшкірлеу домалақ кисточканы алып, енді жапырақтарына көшеміз. Жапырақтарға мына шөп жасыл түсті аламыз. Оны кішкене сары түсті араластырамыз. Сары түсті араластырсақ, ол бізге свежий көгалдың түсін береді. Көкшіл қосамыз, синий цветті, сонда көлеңкелер болады бізде. Сары плюс жасыл болады бізде салатовый цвет. Салатовый ол жаңадан шыққан жасыл шөптің свежесть, зелені деп айтады ғой. Сондай түс шығады бізде. Көлеңкелеріне тура сол түске синий түсті қоссақ, уже темный цвет шығады. Міне осылай өзіміздің қалауымызша жапырақтарды салып шығамыз. Ескере кететін жайт, жоғарыдағы жапырақтарға жарық түсіп тұрғандықтан олар кішкене ашықтау болады түсі. Ал астыңғы жақтары темный болады, көлеңке түсіп тұрған соң. Гүлдің көлеңкелері түсіп тұрады. Осылай қорықпаймыз. Сиренің жапырақтары домалақ, ұшына қарай бітіп үшкірленіп кетеді. Ең оңай, ең әдемі жұмсақ жапырақтар. Араларында ұмытып кетпейміз жалғасқан жерлерін. Міне сары түсті ашық жақтарына қолданамыз. Ашық жақтарға күн түседі. Сол себепті ақты, сарыны аздап қолданамыз. Ал енді вазаның суретін саламыз. Ваза бізде қарапайым, кәдімгі банканың суреті сияқты болады. Ең оңай. Ақтүс міндетті түрде, өйткені шыныдан жасалған ваза деп айттық қой, стеклянная ваза деп. Соның суретін саламыз. Бізде ваза соңына дейін болмайды, өйткені бұл бізде фрагмент қана. Көк түстерді. Кейін ішкі жағына, ол прозрачный болғандықтан, ішкі жағына біз бұтақтарын да саламыз сиреннің. Овал салдық, ең кішкене ромбик сияқты көрінер-көрінбес узорын жасап қойсақ болады. Бұтаға кетті. Екіншісі. Сосын бұтақтарды салған кезде оларды идеальный ровный қылып, түп-түзу сызық қылып сызбаймыз. Өйткені табиғатта ешқашан түзу сызық болмайды ешқашан. Табиғатта барлық заттар, ағаштар, түп-тіке, түп-түзу ондай болмайды ешқашан. Әрқашан ирелеңдеп, қисық, сондай сызықтар көп кездеседі. Соңғы ноталарымызды да беріп жібереміз ақ түспен. Сирендеріміз тек қана көгілдір фиолетовый болмайды ғой. Арасында ақтары да болады, оның үстіне жарықтары да түсіп тұр. Бұл суретті біз кішкентай форматта салдық, А4 форматта. Тура осы жұмысты, осы техника бойынша акрилмен жасасақ та болады. Ол кезде холстқа саламыз, подрамниктегі рамка кигізіп қойсақ, қандай керемет сыйлық шығады жақындарымызға тарту еткенге. Сурет салған кезде біздің ой қиялымыз дами түседі. Кез келген нәрседе шешім қабылдауды үйренеміз. Өйткені біз білмейміз ғой суретіміз қандай болып шығатынын.
бізге жұмбақ тәрізді болады. Кез келген сурет бастамас бұрын бізге жұмбақ барлығы. Сурет салып отқан кезде біз оның шешімін табуды ойлаймыз. Қалай жасасақ әдемі болады екен, қай жақта қандай түсті қолдансақ ұтымды шығады екен деп. Қай түспен қай түс үйлеседі деген сияқты. Ойдамыз кеңейе түседі. Сурет салған адамға өте пайдалы, математика жағынан болсын, даже почерк қалыптастыру жағынан болсын, өте пайдалы болады. Өйткені біздің сурет салған кезде саусақ ұшындағы нервтарымыз жұмыс жасап, почерктің жақсаруына, мидың жақсы қалыптасуына, есте сақтау қабілетін жақсы қалыптасуына өте жақсы әсер етеді. Міне қараңыздар, қарапайым ақ қағаз ет, қарапайым гуаш қолжетімді, осындай оңай, өте әдемі сурет жасауға болады. Бұл сурет салу кез келгеніңіздің қолыңыздан келеді деп ойлаймын. Міне енді бумажный скотчты алып тастаймыз. Өзіміздің шағын ғана әдемі ақ рамочка пайда болады бізде. Ақ қағазды жапсырып жүрмейміз үстінен. Осылайда оформление жасап қойсақ болады. Бір жағынан аккуратны шығады, өте ұқыпты болып көрінеді жұмысымыз. Міне. Өте жеңіл, әдемі суретіміз дайын болды. Біз баланың даму жайында айтқан кезімізде, ең алдымен біздің мысалға математикаға қабілетін елейміз, не болмаса спортқа деген қызығушылығын, болмаса шет тілдерін меңгергенге көп мән береміз. Ал неге біз суретке деген қызығушылығына онша мән бермейміз? Мысалға суретке қатысқан баланың саусақ ұшындағы мысалға майда моторикалар дамиды, сол арқылы оның почеркісі жақсарады, ой танымы кеңейеді. Мысалға кез келген заттан ол сұлулықты іздей бастайды, көрнекілікті көре бастайды. Және суретпен айналысқан баланың болашақтағы өміріне өте позитивті жағынан оң әсерін қалдырары сөзсіз. Біздермен болғандарыңызға рахмет.